Ерке вообще негізі жек көреді камераға түскенді. Онсыз болмайды деп Көндіресіз ба? салонға алып барам, жалынам. Ол камераға түсу үшін айналайын 4-5 күн дайыналамыз. Мақтайым, сен сұлусың, сен ақылдысың, сен кереметсің, сен шығып жүрсің, мен сені жұлдыз қыламын. Аты еркін күледі, енді ерке қылды. Мақтап алып келем. Не то сөйлеп қалсаң, бұрылып түспей кетіп қалуы мүмкін. Қырсығып қалуы мүмкін. Сондықтан күліп тұршы, пожалуйста, күліп тұршы деп жанып түсіреміз. Соңғы 4-5 жыл болды ғой шығып жатқанымызға. Бір жағынан шаршайды дегенсің, оның үстіне бізде қазір өзіміздің қыздар шығып жатыр ғой қазір. Өсіп жатыр, шығып жатыр. Пускай солар да жұлдыз болсын, солар да өзінің клиенттерінің базасы болсын, пускай олар да дамысын деген сияқты. Ол бір. Екіншіден, ерке Алланың қалауымен қазір көбінесе үйде отырады, арасында енді ішпіса келеді. Өйткені кішкене Ол жаңалықтарға да қуанып қалдық. Иә, ұрпақ жалғастырамыз деген недеміз, Құдай беріп жатыр. Соның жағынан көңіл аударып дүние емес, ең бастысы ұрпағымызды реттейік деп демографиясын көтерейік деп отыр Қазақстанның. Өте дұрыс, иә.